өзі. Адам ұйқысы дұрыс қалмаса, осы сындырып тастайтын адам болса бір уже таң атқан бақырсын, ұйықтағаным жаңа ғана көзді ашыман. Құрсын тұрай апа қыз шай бер деп айқайлар. Ұйқы тік қамбат. Мен фермерный фартугым айды, соны киіп алайын. Самат айтып еді алдымда. Жеңеше осы сіздің осы сары фартугыңыздан танимыз деп. Киіп алайын фермерный фартугымды. Сосын каталогты бар қоятайын. Апаға шай дайындайық. Самараға шай қойып. Ұйқы қамбады. Каталогты қоятайын құрсын. Ол ұйықтап атқан шығар ұйықта. Ертші тұрып шай беру керек жоқ. Каталог. Мынау әлі ұйықтап отыр ғой. Мен бұны шайдың да қойдым айтсам, каталог. Ойбай. Мынау әлі ұйықтап отыр ғой. Өліп ұйықтап отыр мынау не? Қалаға жатсын ау, каталог. Ей, каталог, тұр апама шай берейік. Жүр шай жемде. Каталог. Тамақ істе. Ей, каталог, тұр. Каталог. Әне, өліп қалған адам қозы бар. Тұр, каталог. Ой, астрaf Allah. Ей, не болды? Не соншама оятқансың адамды? Ей, тұрмайсың ғой, өліп қалған адам қозы. Не? Енді қатты оятпасайыз? Тұр, апама шай жемдейік. Ей, каталог, айтпашы, үйде апам жоқ екен, мен барып бір разверка жасап келдім, бүкіл жерді қарап. Апам кеше түсіне тойға қалаға кетіп жатқан. Кетіп қалған шығар сол енді азында. Сіздерге кетқансыздар маны айтқан ғой. Ей, каталог, үстіңе не киіп алғансың? Осы сен-ақ әйтеуір бүкіл модница шыққан сен киіп алып келсің. Орамалың қандай әдемі, моншақ. Көйлегің күшті болып тұр әйтеуір. Нойдан сатып алып келсің. Ойбай, тымдарып тұрған жоқ па не? Ойбай, жүдә жарасып тұр әдемі. Бір мақтау қояйын десек, осы саған дейсен көп ақша әкеп береді ау деймін. Мен жүрмін әлі мына бір фартукпен. Бір қалатпен жүрмін әлі. Нойдан шыққан елдермен киіп алып келсің модница болып. Ауылдың модница келіне сенсің осы каталог. Осылар кие берші. Тік жарасып тұрған жоқ, ауыстыру керек. Бірақ осы фартуктар арасында бүкіл ауыл таниды ғой мені. Ауыстырмайсыз да? Күйген дүние киіп кетсің, осы фартукты ауыстырмайым. Осы қалатымда ауыстырсам да айтып, фартукты ауыстырмайым. Ой, көтбас күшті зарып тұр, осымен жүре берші. Да? Да. Түсінді ме? Иә. Болды ғой? Ойбай, каталог сен айтсам болды ғой. Көп сөз, боқ сөз демексіз, кеттік жүр. Шайымызды дайындайық. Апам қой, любой времени келіп қала салады ғой. Шайымызды дайындап, тамағымызды дайындап, сөйтіп дайындап отырайық. Апамызға тойдан сарықтар келеді, сонымен шай ішеміз. Кеттік жүру шай ішеміз. Осы үйдің Нұхай аяқты жатыр екен. Нұхай дейсің, Нұхай әйтеуір. Ой, кімді айтсаң сол алдына шығады дейді. Жатыр ғой мынау. Қазын деуір. Наконай? Ей, Наконай! Яқ, бір етқында тұрмайды осылар әйтеуір. Ей, Наконай деймін. Біз оятпасы да тұрамыз әйтеуір өзіміз. Осыны үйлендіруге еді әйтеуір бір нормальный қыз жоқ па да осыған. Ей, не болды соншама? Ей, не болды? Айтсайшы, айтып жыласайшы. Апа қайда? Апаң жоқ, кетіп қалды. Адам зәреманы ұштың ғой ұрсын. Мен түсімде болса апам ғой. Күшті ғой қайта. Ей, жақсы түс көріпсің ғой. Сол Құран оқып жер қабыл болсын, аумин. Кетші бар. Ауминді қайттан алма. Болсам бәрі керек емес. Біреу екеуі де жетеді маған. Ойбай, сен мені қыз жолы тұрмашы мені ойын. Кетші бар. Апама кейін айтып беремін. Кетші бар. Мен өзім әлі бөпем ғой. Не істеймін ғой болсам бәрі. Ойбай, маған бір екеуі де жетеді. Ойбай, біз сен үйленіп жүрейін десек, сен үйлендірейін деп жүрген, біз ақымақпыз әйтеуір. Көзін апам айтам кейін. Ей, сен бөпе емессің әлі, ер жеттің, білесің бе? Ей, қой болды, Наконай.
Тоже таңғы шайымыз сондай да түс көреді ау сен. Тоже кеттік шайымызды іші таңғы. Шай қойыныш бар. Дүйсен қайда? Оны поляға кеткен шөп оруға. Ойбай күлпаш танытпек. Кім өңгіріп атқан? Мұнан Мәкөнай ғой, түсінде жаман түс көріпті. Жаман түскеніне күшті түс қой. Білмеймін неғып жылап отқан. Ойбай. Қандай түс? Түсінде 10 бала сойып жату күшті ғой. Күшті емес. 10 бала шағың болады. Бүкелінде внимание бөлесің. Менің өзіме внимание керек айна. Күлпаштар қайда екенші? Шай құйдың ба? Жүріне кет. Шай шек. Ойбай, недоношенный қатыны келатыр ғой. Тағы да не сұрайын деп жатыр екен? Мысаға әйтеуір таңатты бірден сұрайды да жүрді әйтеуір. Картошка сұрауға келатқан шығар. Я басқа не сұрайды дейсің оны? Күлпаш, каталог қалайсыңдар? Жақсы, не болды? Қыздар, маған басын дәрісін беріңдер. Оны не қылмақшын тағы да? Ана самат қой, түнімен ішіп, басым дейма, ішім дейма, аяғым дейма. Бұқса самат қайда? Азында бауға арамыз деді ғой. Ол мың рет айттым уже. Ішіп, басы ауырып жатыр. Іші ауырып жатыр деп айттым уже саған. Ойбай, Шындалып тұр ғой. қатайып тұр ғой мынау деген. Католик анаған бар, хан түсінен басын дәрісін алып берші. Аяғым. Жәмила, осыда бір кәріпкісі бар екен, алып кете берші. Ой, көп рахмет, каталог, мені құтқардыңдар. Ойбай, күлпеш-ау, не дәрі беріп жүргенсіңдер? Іштің дәрісін беріп жүргенсіңдер ма? Азаннан кешке дейін туалеттен шықпай қойды ғой самат. Ой, католик, сен қасында тұрған дәріні беріп жүрсің ба? Қасында ішін дәріс еді ғой. Ойбай, қасына дәріні бердік қой. Қасындағы? Болды енді оның нешегіні шөйтеді енді. Ішін дәріс беріп жүрген ғой. Өзің ішіп жүрмедің ба әйтеуір? Жоқ, мен қайта аман қалдым. Менің де басым ауырып тұр, ішпегенім дұрыс болған екен, я. Дұрыс болыпты. Сен туалетте ішпей отыратын еді ғой. Күлпаш дұрыс болыпты. Күнде ішіп жүреді енді. Дауа болыпты. Ой, Жәмила, сен жас болдым. Шай ішіп алған, өзіміз отырып ішем. Апам келіп болып, оған шай демдеу керек. Өзіміз ішіп алақ кеттік. Достар, біздің мини-фильм ұнат деген ойдамыз. Қалай шыққанын өздеріңіз комментарийда жаза жатарсыздар. Мен Мәкөнай ағаның рөлін ойнадым. Біздің актрисалар, қалған актрисаларымыз шаршап қалды. Және де келесіде қандай видео түсірейік, соны жазып кетіңіздер, достар. Достар, біздің видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока. Сау болыңыздар.